жұбанарым, бақытым балаларым, қызықтап қуанарым, байлығым балаларым, бар болсын саналарым, сыйласып жүріңдерші суымай араларым. Айтадым аманатым, шықпасын жаманатым, жүректе жүрсін нәргес, тәубемен қанағатым, жайнасын тірліктерім, көңілді кірлетпегін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерім. Сөгілмей іргелерің, болыңдар іргелелім, тағдырдың дауылдары, ұмытпа іргелерің, сын сәтте ауырсындай, сабыр қыл сағынсындай, демеп жүр бір-біріңді, бір туған бауырсың-ай. Айтадым аманатым, шықпасын жаманатым, жүректе жүрсін нәргес, тәубемен қанағатым, жайнасын тірліктерің, көңілді кірлетпегін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Айтатын аманатым, шықпасын жаманатым, жүректе жүрсін нәргес, тәубемен қанағатым, жайнасын тірліктерің, көңілді кірлетпегін, бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Бағасыз байлық тасу, жараса бірліктерің. Арнадым ұлғызыма Өздеріммен деп айтпаймын, бірақ атанамынатым. Осы уақытта сурет салынды. Пластикпен осындай сұрақтар қоясыз дейді. Дегеннен кейін жай мен қасырадылығымен қалың қалай деймін, жақсы дейді. тек сотымен отырмайды десеңізші. Балам білім алу үшін мектепке келеді және білім алуына мен барлық жағдайын жасауға міндеттімін. Қалай мадақтап отырасыз? Қызым да әрдайым қолынан барлығы келеді, жарайсың деп мақтап отырамын. Балаңыздың ойлауында үшін не істейсіз? Енді сабақтан бөлек өзімнің қабылдайтын шарам ол күнде ертегі оқиды. Күнде кешке ертегі оқиды. Мысалы бірінші сыныпта ертегіні оқып түсіндіретінмін. Қазір ертегіні оқимын, сонан кейін өздерінен болғанда енді бар балаларға, үйдегі балалар ғой, енді екеуіне де сол өздерін түсінгендерін айтыңдар деп солай айтыңдар.